1986 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Компартиясының пленумы Дінмұхамед Қонаевты қызметтен алып, оның орнына Геннадий Колбинді басшы етіп тағайындады. Халық бұл шешімнің сайлау емес, Мәскеудің бұйрығы екенін бірден түсінді. Республикадағы маңызды мәселені жергілікті халықтың пікірін шешу әділетсіздік болды. Осы жағдай халықтың ашу ызасын тудырып, наразылықтың басталуына себеп болды. 17 желтоқсан күні таңертең Алматыдағы Брежнев алаңына студенттер мен жастар жиналды. Олар Колбиннің тағайындалуына қарсы шығып, әр халыққа өз басшысы керек, ұлтқа артықшылық берілмесін деген талаптар айтты. Бейбіт шеруге шыққан жастарды билік күштеп, қуып таратты. Нәтижесінде 8500 адам ұсталды. Басқалары қала сыртына апарылып тасталды. 1700-ден астам адам жарақат алды. Бірнешеуі қаза тапты. Сот 99 адамды әртүрлі мерзімге соттады. 2 адамға өлім жазасы кесілді. Алғашында тек Ербол Спатаев пен Советский қаза тапты деп айтылды. Кейін нақты деректер бойынша тағы да бірнеше адамның опат болғаны анықталды. Көтеріліс кезінде ауыр соққы алған Кенжегүл Молданазарова, Сәбира Мұхамеджанова, қаза болғандар қатарында Ләззат Асанова да бар. 1988 жылы Семей түрмесінде Қайрат Рысқұлбеков белгісіз жағдайда көз жұмды. 1989 жылы желтоқсан оқиғасына қатысты шындықты ашу үшін арнайы комиссия құрылды. Оның төрағасы Мұхтар Шаханов болды. Комиссия оқиғаны әділ бағалап, жазықсыз сотталғандарды ақтауды талап етті. Бүгінде 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі Кеңес одағының әлсіреуіне әсер еткен, әрі Қазақстан халқының тәуелсіздікке ұмтылғанын айқын көрсеткен тарихи оқиға ретінде бағаланады. Алматыдағы орталық алаңда осы оқиғаға арналған тәуелсіздік таңы ескерткіші орнатылған.